Денсаулық сақтау саласында мемлекеттік жекеменшік әріптестік қазіргі уақытта 175 жобадан құрылған. Оның арасында 50 жоба бойынша келісімшарттарға қол қойылып, енгізіліп жүр. Жасалған келісімшарттардың жалпы сомасы 33,7 миллиард теңге құрайды. Ағымдағы жылда 6 өңірде 15 келісімшартқа қол қойылған. Ол Батыс Қазақстан облысында 2 келісімшарт, Қарағанды облысында 6, Қызылорда облысы 3, Маңғыстау облысы 1, Павлодар облысы 1, Солтүстік Қазақстан облысы 1. Аталған жобалар дәрігерлік амбулаториялардың, емханалардың, стационарлардың салуының және медициналық техникамен жабдықтап пайдалануға берілуін көздейді. Қазіргі таңда қосымша 125 жоба әзірленуде. Оның ішіндегі 25 жоба конкурс және жекеменшік қаржылық бастама шеңберінде келіссөздер сатысында. Республикалық деңгейде республикалық маңызы бар жобаларды іске асырылуда. Бұл жобалар университеттік ауруханаларды салуға көзделген 3 мемлекеттік жекеменшік әріптестік жобамен көрсетілген. Бірінші Алматы қаласындағы университеттік 300 төсек орынға арналған аурухана бойынша концессиялық ұсынысқа экономикалық сараптаманың оң қорытындысы алынды. Конкурстық құжаттаманың жобасы әзірленді. Осы концессиялық жобаның инвестициялық тартылуын қамтамасыз ету үшін Еуропа қайта құру және даму банкінің ресурстарын қолданылуы қарастырылды. Қарағанды қаласындағы университеттік аурухана бойынша Азия даму банкімен бірлесіп концессиялық ұсыныспен конкурстық құжаттама әзірленуде. Республикалық меншікке жататын объектілерге қатысты концессиялар жөніндегі комиссиясының шешімімен жоғарғы аталған жобалардың конкурсқа халықаралық инвестициялардың қатысуына мүмкіндік беретін ерекше маңызы бар жобалардың тізіміне қосылуын келісілді. Бұл екі жоба биылғы жылда конкурсқа шығарылу көзделініп отыр. Бұдан басқа мемлекет басшысының 2018 жылғы Қазақстан халқына арналған жолдауын орындау шеңберінде Алматы қаласында орналасқан 5 республикалық ғылыми медициналық орталық біріктіріліп, Қазақ ұлттық медициналық университетінде қатарында 1265 орындық университеттік аурухананың құру мақсатында мемлекеттік жекеменшік әріптестік жоба іске асырылды. Аталған жоба қазіргі күнде ұлттық экономика министрлігінде экономикалық сараптамалардан өту сатысында. Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласын дамытудың денсаулық мемлекеттік бағдарламасын орындау мақсатында өңірлердің әкімдіктері денсаулық сақтау ұйымдары желісін жаңа мемлекеттік нормативтің іске асыру үшін кезең-кезегімен қайта құрылуын, сондай-ақ 2025 жылға дейін инвестициялардың ұзақ мерзімді қажеттілігін көздейтін инфрақұрылымды дамытудың перспективалық жоспарларын бекітті. Осы жылы өңірлік перспективалық жоспарлардың негізінде инвестициялар жоспарлау жүйесін енгізу бойынша жұмыс жалғастырылатын болады. Амбулаториялық емханалық сектор деңгейінде бағдарламалық мемлекеттік жекеменшік әріптестік әзірлету жүргізілуде. Ал стационарлық сектор деңгейінде халықаралық қаржы ұйымдардың тарту арқылы инфрақұрылымдық модель іске асыру бойынша үздік халықаралық тәжірибені қарау ұсынылады. Инвестициялық жобаларды игерілету мақсатында денсаулық сақтау саласындағы инвестициялар екінші халықаралық форум өткізу жоспарланды. Жалпы денсаулық сақтау инфрақұрылымын дамыту бойынша іс-шараларды іске асыруға 2000-ға жуық амбулаториялық емханалық, сонымен қатар 433 ауруханалар объектінің дамыту үшін 1,3 триллион теңгенің астам инвестицияны жоспарлы іске асыру үшін мүмкіндік беру тиіс. Инвестициялардың 2025 жылға дейін орташа жылдық өсу қарқыны 9,3% құрайды. Ал бұл ретте шамамен 750 миллиард теңге инвестицияны мемлекеттік жекеменшік әріптестік шеңберінде тарту жоспарлануда. Бәсекелестікті дамыту, тарифтік саясаты, цифрландыру, жетілдіру бойынша шаралармен бірге міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруды енгізу жағдайында денсаулық сақтау ұйымдарын заманауи тиімді инфрақұрылымды мемлекеттік жекеменшік әріптестік енгізу нәтижесі болады.